Құрбылар. Заринаның көзі іліне берген сол екен. Есіктің тарсылдаған дауысы селк еткізді. Сындырады ма? Қайтедей, сонша жауалдырған нес? Деп сөйлеген күйі орнынан тұрып, есікті ашты. Сол-ақ екен. Бөлмеге құсай ұшып кірген Жайнагүл өз керуетінің үстіне құлай кетті де, Зарина, мен бақыттымын, бақыттымын. Осы күнді қанша уақыттан бері армандап күтіп едім. Группаластың туған күніне ол да келіпті. Мені биге шақырды. Оның ыстық денесін, жүрек лүпілін сезіндім. Келесі сенбіде мені тағы да кездесуге шақырды. Айтатын сөзі бар екен. Ол маған ұсыныс жасайтын шығар, деп жастықты құшақтап көкірегіне басты. Құрбысының қуанышына ортақтасқан Заринаның да бірден көңіл күйі көтеріліп, сен үшін қуаныштымын. Көздерің оттай жанып тұр ғой. Менің де жүрегім лүпілдеп кетті, деді шын қуанғанын білдіріп. Ол маған келесі апта ұсыныс жасайды. Осы күнді қалай, қанша уақыт күтіп едім. Мен өз арманыма жеттім. Сондай әдепті жігіт қой өзі. Әдейі церемония жасағысы келген болар. Мүмкін алаңға, мен жүретін жолдарға гүлдер төгіп, от шашу шашып, таң қалдырғысы келді ме екен? Келесі сенбіге дейін қалай шыдайды екенмін? Уақытта өтпей қояды осындайда. Жайнагүл бүгінгі кештен алған әсерінен арыла алатын емес. Түн ортасы ауғанша сыртына ғашық болып қалған жігіті жайлы сыры таусылмады. Көрші тұратын Гаухар апаның шаңқылдаған үнінен оянған Зарина таң ата орнынан атып тұрды. Апыл-ғұпыл керуетінің үстіне жамылғысын жаба салған ол, жуынып келу үшін аяғына жұмсақ сүйретпесін іле сала дәлізге шықты. Дәлізді басына көтеріп, шу шығарып жатқан оң жақта тұратын жесір келіншек пен қарсы беттегі Гаухар апа екен. Осы екеуі ақ өздерінің айқай шуымен тұрғындарды мезетіп бітті. Оларға мән бермеген сыңай танытып, Зарина жуынатын бөлмеге қарай кетіп барады. Күнде бір еркекті қолтықтап келесің. Түнімен бізге ұйқы бермей, таң атқанша бөлмеңнен айқай шу басылмайды. Көршілерден ұялсаң қайтеді, деген Гаухар апаның барылдаған ащы дауысын ұзын дәліздің қабырғалары жат көрген емес. Бірнеше жылдан бері мекен өзгертпеген ол, 4 қабатты жатақхананың қай қабатында, қай бөлмесіне кім өмір сүретінін бәрін біледі. Біреулер қорыққаннан сыласа, кейбірі бәлесен аулақ деп бетіне қарсы келе бермейді. Ал соңғы уақытта көшіп келген жесір әйелдің өнері оны өз терісіне сыйдырмай жүр. Жуынатын бөлмеден қайтып келе жатқан Заринаны тоқтатып алған Гаухар апа: сендерде бірдеңе десеңдерші мына сайқалға. Маған ғана керек пе бұл жердегі тыныштығы? Жабылып үстінен арыз жазсақ, жатақханадан бір күннің ішінде қуып шығамыз, деп ұзағынан әңгімені бастамақшы еді. Оның сөзін бөлген Зарина: менің қазір уақытым жоқ, оқуыма баруым керек, деп бөлмесіне кіріп кетті. Оның сыртынан айқайлап қалған көрші апа: әне, бұлар жеме-жемге келгенде сөйтіп қашады, әйтпесе сыртынан жамандауға шебер, деп ұзын бойлы дәлізде жалғыз өзі қалса да айқайлап сөйлеп тұр. Бөлмесіне қайта кірген Зарина: Жайнагүл, сен әлі жатырсың ба? Сабағыңа кешігесің ғой, деп құрбысының басына бүркене жауып жатқан көрпесінің шетін ашты. Зарина: мен түс көріп жатыр едім. Ол мені құшақтап алыпты, бірақ біртүрлі түсі суық сияқты. Оятқаның тәуір болды, деді аузын кере ашып, есіне сөйлеген құрбы қыз. Ең бастысы ол сен құшақтап алыпты. Бұл да жақсылықтың белгісі, деп түс жорған болды. Зарина ұзын шашын түйіп тұрып: мен бүгін сабаққа бармаймын, сессияны амалдап жабармын, деген Жайнагүл жайлы төсегінен тұрғысы келмей бір қырына аунап түсті де ұйқысын жалғастырды. Студент құрбылар жерлес болғандықтан отбасылық жатақхананың бір бөлмесін жалға алған. Екеуі екі түрлі оқу орнында оқиды, бірақ Жайнагүлдің оқу жүргені шамалы. Кешке келген Зарина құрбысының жайпарақат жатысын көріп: бүгін күнімен не істедің? Зеріккен жоқсың ба? деді. Оқудан соң кітапханаға кіріп шыққан ол. Саған өткенде айтып едім ғой, қымбат бутик жайлы. Өткенде барғанда сол жерден өзіме ұнаған бір көйлек көріп едім. Күйген дүние киіп кетсін. Бүгін бардым сол жаққа, бірақ ақшам сәл жетпей қалды. Үйдегілерден тағы ақша сұрауым керек. Келесі сенбіде сол әдемі көйлекті киіп барамын, деген Жайнагүлдің есіл дерті сенбіде орын алатын кездесуде. Өзің неге кешіктің? Кітапханада отырдың ба тағы да? Бір жалықпайды екенсің сенде. Сессия жақындап қалды. Дайындалмасам болмайды, деді жеңіл күрсінген Зарина. Айтпақшы, жаңадан көшіп келген көршімізше күйеуі жоқ келіншек Гаухар апамен бір ұрысты дейсің. Екеуінің қызығын көріп қарық болдым, деген Жайнагүл сықылықтап күліп алды.
Гаухар апада бір қызық өзі. Өзгелердің өмірінде не шаруасы бар? Соңғы кезде мүлдем ұнамай жүр. Бұрында ұнайтыны шамалы еді. Есіңде ме? Сен бірінші келгенде баласын айттырып қоймап еді. Сол кезде сенің қашып жүргеніңді айтам да. Ол келгенде шкафтың ішінде тауып қалушы едің ғой. Есіме салмашы. Менің қорқынышты түсім сияқты. Құдайға шүкір, әйтеуір басқаға үйленіп кетті. Әйтпесе, Гаухар апаны айтам да, қоймай қойып еді ғой. Сол кезде қорыққанымдай. Мен ұнатқан емес ол бәле. Маған Гаухар апаның өзі де, баласы да ұнамаған. Бір түрлі адамдар ғой. Сен өзі ешкімді ұнатпайсың. Әне бір соңынан салпақтап жүгіріп жүрген тәп-тәуір жігітті де жақтырмайсың. Саған мынау үшін не істеу керек? Ол жігіттің кім екенін біле тұра, неге маған теңей бересің? Қыздарды қолғап шауыстыратын жүргіш қой, аулақ. Сонда да айтып қоймайсың. Болды, айтпашы ол туралы, деді Зарина жаңағы жақсы көңіл күйінен тез арыла қойып. Мейлі, өзің білесің, саған жаным ашиды. Әлі күнге дейін жігітпен жүріп көрмедің. Уақыт болса өтіп барады. Жігіттен басқа әңгімені білмейді екенсің. Де орнынан тұрып кеткен Зарина тамақ істеуге кірісті. Жайнагүл терезе алдында отыр. Бір кезде есіне бірден түскендей орнынан ыршып тұрды да, қап, менің есіме шығып кетіпті. Бүгін бір жерге баруым керек еді, деп айнаға қарап, бетіне опадалап жаға бастады. Тамағын ішіп кетпейсің бе? Деген Заринаға, мен сол жақтан тамақтанамын. Өзің есікті іштен іліп алып, ұйықтай бер, мені күтпе, деген Жайнагүл бөлмеден шығып кеткенше асықты. Ол кеткен соң, үнсіз ойға берілген Зарина ауылдағы жеңгесінің сөздерін есіне алды. Жайнагүлден аулақ болшы, сені де түзу жолыңнан тайдырады ма деп қорқамын, деп еді. Құрбысына шаң жуытпайтын бол ойлап қараса, жеңгесінің сөзінде жаны бар сияқты. Өзінің сұлулығына мастанған Жайнагүл жігіттерді көп ауыстыратыны рас. Әлбектен басқаларын жай уақытша ермей кетіп жүр ғой. Алғашқы кезде құрбысына жеңіл жүрістің дұрыс емес екенін айтамын деп жексұрында болған. Ол, сен немене таудан түскен жабайы едің? Адамға өмір бір-ақ рет беріледі. Бүгін барсың, ертең жоқсың, ойна да күл деген. Өмірге деген көзқарастар тіптен алшақ қос құрбының арасында талай келіспеушіліктер болып жататын. Алайда жат жерде жүрген жерлестердің өмір жолдары екі бөлініп кете алмады. Себебі бұл қалада бір-біріне жақын өздерінен басқа ешкім жоқ. Күндер өте бірінің мінезіне бірі бойсұнған. Бір жағынан бір-біріне үйренісіп те қалды. Заринаны ойға салатын Жайнагүлдің жеңіл мінезі. Өмірге тым басқа қырынан қарайтын ол, оқуында жарытып оқымайды. Мені оқу бітіріп, жұмыс істейді деп ойлайсың ба? Күйеуім асырайды, әлі үй қызметшісін ұстайтын боламын дейді лағып. Кейде сарайымға тым көп салынатын ол, Жайнагүлдің барлық нәрсені жеңіл қабылдайтын мінезіне қызығатында өтірік емес. Тек арының алдында намысы жібермейтін жетім өскен Зарина ауылдағы аға жеңгесінің үмітін ақтағысы келеді. Ешкімнің де көзіне түскісі келмей, тып-тыныш жүретін ол жігіт жайлы ойлағанда емес. Аға жеңгесіне ауырлығын салмай, аман-есен оқуын бітіріп алып, жұмысқа тұрып кетсе, арманы болмас еді. Әзірге бар мақсат осы. Өз оймен шырмалып жүрген құрбысына жігіт тауып беруді көздеп жүрген Жайнагүл дегеніне жете алмай жүр. Бұл түріңмен сен байсыз өтетін шығарсың. Бір күні кәрі қыз болып отырасың. Не күйеу, не бала жоқ. Сен әлі жап-жассың. Өмірінің нағыз ойнап күлетін кезеңі деп сайрап қоймайды Жайнагүлде. Бүгінгі қылығы мынау. Кеше ғана жастығын құшақтап, Әлібекті сүйемін. Ол келесі сенбіде маған ұсыныс жасайды. Мен одан басқа ешкім түсе алмасам керек, деп жатқан Жайнагүл басқа жігітпен кездесуге кетіп бара жатқан анық. Бір жерге баруым керек деп, жай мұны алдай салған түрін қарашы. Мұның жақтырмайтынын біліп, кейін кезде ол жігіттері жайлы айта да бермейді. Құрбысының жүрісі жайлы қазір ойланғысы жоқ. Бір таң қалатыны Әлібектің Жайнагүлді кездесуге шақырып, ұсыныс жасамақшы болғаны. Себебі Әлібек оқудан бас алмайтын, қылтың-сылтыңы жоқ азамат. Кітапханада сыртынан жиі көріп қалады. Жайнагүл екеуі аспан мен жердей. Солай ойласа да, онысын құрбысына сездірген емес. Дәл қазір Әлібекке қарағанда Жайнагүл бұған жақын. Сонда да құрбысының емес, жігіттің таңдауын алаңдайды. Неге? Өзі де түсінбейді. Арадан бір апта уақыт өтіп, сенбіде жетіп келді. Бүгін Жайнагүл барынша сәнденді. Өзі қобалжып жүр. Зарина, бүгін менің тағдырым шешіледі. Мен осы уақытқа дейін қанша жігітпен жүрсем де, осыншалықты қатты қобалжымаған едім. Деген оған, уақытыңды босқа өткізген жоқсың ғой, деді жымиып.
Сен де шымшып сөйлейді қоймайды екенсің. Кездесуге бара жатқанда менің көңіл күйімді бұзбашы. Әзіл ғой. Мейлі, не десең де, дәл қазір менің көңіл күйімді ешкім түсіре алмайды, деген Жайнагүл Иісуды үстіне бұрқырата сеуіп, тық-тық басып, бөлмеден шықты. Зарина бөлмеде жалғыз қалды. Сабағын оқып, бөлме үшін жинастыруға қолы баратын емес. Еш себепсіз жанада жай таппай жатыр. Жайнагүл енді таң ата бірақ келетін шығар деп ойлап еді. Бірақ арадан 1 сағат өтпей-ақ оралды. Реңі сұрланып, көздер қызарып кеткен. Бірауыз сөйлемей, біраз қарап тұрды да үнсіз киімдерін ауыстыра бастады. Жаңа киімдерін қалай болса солай лақтырып, керуетіне жата кетті. Осыдан біраз уақыт алдын ғана Әлбекпен кездесуді асыға күтіп, өз денесін игере алмай ұшып қонып жүрген Жайнагүлді қазір тану мүмкін емес еді. Мен бақытсызбын, бәрі алдамшы, бәрі жалған, деп екі иығы солқылдап жылап жатыр. Құрбысының дәл қазіргі күйіне таңданған Зарина оны қалай жұбатарын білмей тұрып қалды. Тек оның дауыс шығарып, мен бақытсызбын деген сөзінен кейін ғана еш жиып, оның алдына келді. Жайнагүл, саған не болды? Неге жылайсың? Неге бақытсызсың? Әлбекпен кездестің бе? Сені ренжітті ме? Жыламашы, деген Заринаның да жаны ауырып барады. Кетші бар, ештеңе айтпашы маған, ешкімді көргім келмейді, деді айқайлап. Не болды саған? Маған неге айқайлайсың? Не істедім мен? Көзіме көрінбеші. Өтінемін, мен жалғыз қалдыршы. Құрып кетіңдерші, ешкімді көргім келмейді, деген Жайнагүл шыңғырып жіберді. Зарина, айтып өлтірші не болса да, деп болмай-ақ бөлменің есігін сарт ашылып, шаштары дудырап, Гаухар апа кіріп келді. Құдай-ау, бір тыныштық жоқ қой, тыныштық жоқ. Бір күні мына сайқал сұңқылдаса, екінші күні сендер шығасыңдар зарлап. Бұл жатақханада тыныш өмір сүреміз бе, жоқ па? деп тұр. Апа, шыға тұрыңызшы, араласпаңызшы, деген Заринаға ол. Енді көзім іліне берген екен, сендердің дауыстарынан оянып кеттім. Біреу зорлап кетті ме екен деп ойладым. Жоқ апа, бізде бәрі дұрыс, уайымдамай-ақ қойыңыз, деді Зарина сасқалақтап. Жүрегім-ай, біреу зорлап жатыр ма десем, деген Гаухар апа бөлмеден әзер дегенде шықты. Ол кеткен соң есікті ішен іліп алып, Зарина қашан Жайнагүлдің өксігі басылғанша үнсіз отырды да, сенің жылағаныңа жүрегім ауырып кетті ғой. Үнемі көңілді жүрген мінезіңе үйреніп қалыппын. Тыныштық па? деді. Кішкене қол айнасын шығарып, жүзіне үңілген Жайнагүл. Жыласам түрім жаман болып кетеді екен, деді бір кезде. Олай демеші, сен әдемі қызсың. Әдемілігімді қайтейін. Сен маған қызғасың ғой, ал мен саған қызғамын. Сен өз бағаңды білмейсің. Жайнагүл, осыншалықты таусылатындай не болды саған? Мен сені түсінбей отырмын. Ашып айтшы, кездесу қалай өтті? Менен ештеңе сұрама, уақыты келсе айтармын. Бірақ қазір ештеңе сұрама, деді Жайнагүл. Жарайды, айтпасаң айтпай-ақ қойшы. Сенің қиналғаныңды көріп, қалай жайбарақат отырамын. Зарина, сен өте жақсы қызсың. Менің сенің орнында болғым келеді. Түсінсең бұйырмасын. Сен оны кейін түсінесің, қазір саған айтпаймын, деп Жайнагүл тағы да бетін басып отырып қалды. Екі иығы солқ-солқ етеді. Шай дайындашы, шай ішкім келеді деп еді. Шай ішіп те қарқ қылған жоқ. Тек қана мен саған қызығамын дей береді, сыңсып жылаған күйі. Зарина түкке де түсіне отырған жоқ. Әлбек бүгін ұсыныс жасау керек еді. Әлде жолы болмаған шығар құрбысының. Бірақ несіне маған қызығады? Бұл қызға бірден көрінген шығар. Менің қай бір түрме немесе қай жағдайыма қызығады. Мен бір көріксіз, жетім қызбын ғой, деп Жайнагүлдің нені меңзеп айтқанын түсіне алмай дал болды. Бұл түні екі құрбы көзілген жоқ. Жайнагүл ара аунап, бері аунап, күрсінімен таңдатырды. Заринаға онсыз да уайымы жетіп артылады. Оның үстіне құрбысының әрбір күрсінісі жанын шарпып өтуде. Ол не үшін маған қызығады? Неге бұл сөзді айтты? Деген сұраққа жауап іздеумен ақ таңдатырды. Жайнагүлдің өз дерті өзінде. Бүгінгі болған жайды Заринаға жеткізу тиіс болса да, әдейі айтпады. Қалай айтады? Әлбек менің қолымды сұрайды, маған ұсыныс жасайды деп, алып ұшып барса, ал ол есіне алғысы келмейді. Сонда екі ортада жүрген бұл ақымақ па? Жоқ, Жайнагүл өз дегеніне жетпей қоймайды. Іште қанша мойындағысы келмесе де, бүгін амалы жоқ, өзінің әлсіздігін байқатып қойды. Өзімнің әлсіздігімді бекер таныттым. Соншалықты егілгенім не? Өз бақытым үшін күреспеймін бе? Одан да басқа малын табу керек. Себебі мен Әлбекті сүйдім бе, қандай жолмен жетсем де,
ол менікі болуы тиіс деген шешімге тоқтады. Таң атса да Жайнагүл орнынан тұрмай жата берді. Зарина оған: құр жата бергеннен өз-өзің жеп қоясың. Оқуыңа бармасаң да далаға шығып серігіп қайтсаңшы, деді. Жайнагүл жауап бермей үнсіз жата берді. Кешегі Әлібектің кездесуге шақырғандағы мақсаты Зарина екен. Өзі өз болып сыртынан ұнатып қалған қызға сөз айтуға тартынадымыз. Сезімін бұл арқылы жеткізгісі келген екен. Ең жақын құрбысы ретінде Заринаның басқа жігіті бар ма, жоқ па дегендей сырын біліп алу үшін шақырыпты. Сенің құрбың өзі бір ерекше қыз. Қанша рет тоқталсам да жанына жақындай алатын емеспін. Телефон нөмірін де білмеймін, деп сөйлеп отырған оның сөздерін соңына дейін тыңдамай, бұл орнынан тұрып кете барған. Өз оймен өзі әлек болып жатқанда, дәлізден тағы да Гаухар апаның дауысы естілді. Мен саған 1000 рет қақсадым. Қай бетімен келдің енді? Қатын қуып шықты ма? Шешен керек болып қалдым енді? Білген едім осылай болатынын, деп тұр. Дәлізді басына көтере айқайлап: ұлы келген болар. Жайнагүл өз қайғысын лезде ұмытып кеткендей, есікті ашып, дәлізге басын шығарып қарады. Көрші апам оны көре сала: бері келші, сен былай тұр, білсін сенің кім екеніңді, деп мұны да баласында ішке кіргізіп алды да: сендер менің құдай қосқан көршім боласыңдар. Мынау менің балам. Екеуің де маған жақын адамсыңдар. Енді мына жетесіздің не істеп кеткен білесіңдер. Басқаға емес, Зарина екеуіңе менің бар сырым аян. Сендерде мен ештеңені жасырған емеспін. Өмір бойы байсыз өті өсіргендегі жалғыз ұлым бір әйелдің артынан кетті. Менің көз жасыма қарамай еңіретіп тастап кетіп еді. Енді түк болмағандай келіп тұр. Ауырып, қиналып жүргенде қарамай кеткен балаға енді керек болып қалыппын ғой. Ертең қатынмен татуласса, тағы да кетіп қалады. Маған керек пе осындай баланың? Төрелігін айтшы, дейді көрші қызды ұлынан да жақын тартып. Апа, балаңыз қателігін түсініп келіпті. Келгеніне қуанбайсыз ба? Деген Жайнагүлге Гаухар апаның баласы Тасқын: мен тастап кеткен жоқпын. Өзі қуып шыққан көрдіңдер ғой, деген ана мен бала енді бір-бірімен айтыса кетті. Бөлмесіне қайта кіріп кеткен Жайнагүл тағы да ойға берілді. Егер мен Заринаға Әлібектің сөздерін айтпасам, оның өзі ұсыныс жасайды. Әлбетте жігітке оның бірден келсе кететін айдан анық. Ондай жағдайға жеткізбей алдын алуым қажет қалайда, деп іштей жоспар құра бастады. Бір кезде есікті сарт ашып, Тасқын келіп тұр. Келісімен өз үйінде еркінсіп, Заринаның керуетіне отыра кетті де: мамамда қызығы, мен емес, өзі о баста қуып шыққан. Енді болса, мені тастап кеттің деп өкпелейді. Мен оның осы қуықтай бөлмесіне қарап қалған жерім жоқ. Баспанам табылар. Анам болған соң іздейді екенмін. Қазір кетіп қалсам, мені тастап кетті деп тағы да көрінгенге жамандап шығады. Мінезіне еш түсінбей ақ қойдым. Бірақ о баста айтқан тыңдауым керек екен. Әйелмен ажырасып кеттім. Адам болмайды ол, деп еді. Рас айтыпты. О баста анаң таңдаған қызға үйлене салуың керек еді. Өзіме де обал жоқ. Айтпақшы, Гаухар апа сені Заринаға үйлендіргісі келіп еді. Иә, айтқан тыңдай салуым керек еді. Қателік жасадым, деген Тасқын өкінгенін байқатып, басын шайқады. Енді қайда барасың? Осы жерде отыра бермейтін шығарсың. Мен қазір кетуім керек. Білмеймін. Шыныңды айтшы, қазір Заринаның жігіті жоқ па? Әйеліме ерегескенде соған үйлене салсам ба? Деді Тасқын. Бір сәт үнсіз қалған Жайнагүлдің көздері жайнап кетті. Міне, табылған ақыл. Сен Заринаға үйленуің керек. Ол ешбір жігітпен жүрген емес. Қазірде жалғыз. Сен қазірден әрекет істемесең, айырылып қалуы мүмкін. Қазір Заринадай қыз таба алмайсың, деді сусылдап. Сөзіңде жан бар. Қазір шешем айтайыншы. Өйтіп көңілін жұмсартпасам болмас. Сенен өтініш, Заринаның маған көнуіне жәрдем бер, деп тапсырған болды. Әрине, өзіңді әрекет етесің ғой, деген оның жүзіне қан жүгірді. Тасқынға Заринаны көндіріп берсе, Әлібек өзіне қалар анық. Сол күннен бастап, ызыңдап, құрбысының басын айналдыруға кірісіп кетті. Тасқын жақсы жігіт. Оны ажырасқан демесең, өте мықты жігіт. Саған о баста ғашық болған. Басқаға үйленсе де, сен ойына шығара алмай ажырасып келіпті. Тек сен үшін ажырасып келген. Көрмейсің бе? Сен ар өтсең де, бер өтсең де көзін ала алмай қарап қалады, деп әбден мақтауын келтіре берді. Соңғы кезде Заринаның жалғызсырап жүргені де өтірік емес. Тасқынды мақтағанда бар әлемді ұмытатын Жайнагүлдің сөзіне кейде елтіп кететінін өзі де байқамауда. Құрбысының айтуынша, Тасқыннан артық еркек жоқтай бұл әлемде.
Саған бұдан артық қандай жігіт керек? Қазір жігіттердің ойы бұзық. Сен секілді аңқау қыздарды бір түнде кетіп пайдаланады да тастап кетеді. Ал Тасқын саған үйленгісі келеді, деп Жайнагүл ауыз-аузына жұқпай құрбысын аз күннің ішінде Тасқынға қалайда тұрмысқа шығуын барынша үгіттеуде. Баласы келіншегінен ажырасып, Заринаға үйленемін деп жүргеннен бері Гаухар апаның да қаһары қайтқан сияқты. Мен саған о баста айтқан едім, маған Заринадан басқа келіннің қажеті жоқ, дейді. Әлібекке осы жылы қалайда үйлену керек? Үлкен ағасы еншісін алып кетті. Әке-шешесі мұның биылдан қалмай шаңырақ көтеруін қалауда. Жайнагүлдің Заринаның жігіті бар, олар жақында үйленеді. Күдеріңді үз деп жазып жіберген хабарламасынан кейін қиналғаны өтірік емес. Сонда да қызбен бетпе-бет өзі кездескісі келіп жүр. Бірақ сол арада ауылда әкесі ауырып қалып, сол жаққа кетіп қалды. Заринамен жолығысудың реті кейінге қалып кетті. Мына жақта Жайнагүл құрбысымен көршісін табыстыра алмай, алөкпе болып шапқылап жүргені. Ол Тасқынға: мен оған сен жайында айттым. Ендігі кезек өзіңде. Көңілін табуға тырыс. Қыдырт, сыйлық әпер. Мен бүгін түнде келмеймін. Заринаның бір өзі болады бөлмеде. Осы сәт пайдалан. Бүгіннен кешіксең, қыздан айырып қаласың. Басқа бір жігіт көздеп жүр оны. Ертерек қимылдасайшы былай-былай. Еркексің ғой, соны да мен үйретуім керек пе? Деп әбден шегеледі. Сол күні кешке Заринаның келе жатқанын терезеден көрген Тасқын айласын асыруға көшті. Жейдесінің жең тұсында тігісті сөгіп жіберіп, қолына ине жіп ұстап, түн қоюлана бастағанда бөлмесінен шықты. Заринаның есігін тақылдатты жаймен. Есікті ашқан оған сыпайы ғана жымиып: кеш мазалағаным үшін кешірім сұраймын. Қазір маңызды жерге баруым керек еді. Жейдем жыртылып қалыпты. Қиын болмаса тігіп бере аласың ба? Үйде бір өзім едім, амалын таппай жатырмын, деді. Ойында ештеңе жоқ қыз Тасқынның қолына жейдесін алып тігіп беруге келісті. Өзіне отыруға үстел ұсынды. Сөзге шорқақтау болса да, тамағын жөткірініп алған Тасқын қыз тамырын басып көрмек болды. Оны мұны әңгіме етіп, сөзге тартқан болды қызды. Өзіне сүзіле қарап, жұтынып отырған оның көзқарасынан Зарина да тіксініп қалды. Қабағын түйіп алғанмен, үйіне ұстаған қолдары қалтырап отыр. Жейдесін тігіп беруге келіскеніне өкініп те қалды. Тігісін аяқтап, жейдесін ұсына беріп еді. Тасқын қыздың қолынан шап етіп ұстап, құшағына сүңгітіп жіберді. Шыңғырып жібере жазған қыздың аузын алақанымен басқан ол: Зарина, мен сені сүйемін. Еш есімнен кетпейсің. Мен саған үйленемін. Тап қазір үйленемін саған. Бетімнен қақпа. Өтініш, осылай жасағаннан басқа амалым қалмады. Менен қашқақтай бересің ғой. Сол үшін бүгін түнде менің әйелім боласың, деді бір қолын қыздың іш киіміне жүгіртіп. Нәзік денелі Зарина қанша қарсыласқанмен бұл түні арын қорғай алмады. Қара күші тасқан Тасқын күректей қолмен мұның аузын жапқан күйі ойға алған ісін тындырды. Соңынан сыңсып жылап жатқан оны жұбатып, үйленетінін айтып қайталай берді. Аға жеңгесінің қолында жетім өскен Зарина қорғансыз еді. Шу шығарып, олардың жүзін жерге қаратқысы да келмеді. Мына жағдайдан кейін енді кім оған үйленеді? Үнсіз көніп, Тасқынға тұрмысқа шығудан басқа жол көрмеді. Сол күннің ертесінен ақ ол көршінің босағасын аттады. Елпілдеп жүрген Гаухар апа бөлменің бір бұрышына шымылды құрып та қойған екен. Көрші қолаң мен жақын бауырларын шақырып, үлкен қазан асып, жолын жасап, Құран оқытып жіберді. Хабаршы қуғыншы мәселесін жағдайға қарай өзара келісіммен телефон арқылы шешіп тастады. Екі жақта бір-бірлерінің жағдайын түсінген болды. Анасы тірі болғанда бәрі де басқаша болатын беді. Бірақ алдағы уақытта Гаухар апа мейрамханада үлкен той жасайтынын айтып, әбден лепірді телефон арқылы. Сый-сияпат, рәсімнің бәрін сол уақытқа қалдырды. Зарина кішкене шымылдықтың ішінде көз жасын сүртіп отыра берді. Тар бөлменің іші азан-қазан. Қонақтар құтты болсын айтып, бірі кіріп, бірі шығуда. Бәрінен де Гаухар апа қуанышты. Аузы бір жабылар емес шіркіннің. Көзім тірі болса, ұлым мен келімді баспаналы етемін. Екеуіне үй әперіп, өлсем арман болмас еді, дейді. Араяусыз тапталған Заринаның сезімдері өліп қалғандай. Өкіну, қуану деген сияқты сезімдерден жұрдай. Өз емес, орында бөтен біреу отырған секілді. Шымылдықтың ішінен шықпай отырып алған ол, қимылсыз қатқанда қалған.
Құтты болсын айтып келушілердің кейбірі, мынаның жаны бар ма өзі, қуыршақ сияқты қимылдамайды ғой, деген сыбыстарын да естіп отыр. Жайнагүл болса екі білегін сыбанып алып, шапқылап қызмет жасап жүр. Тіпті ота көтерген жастарды оңаша қалдыру үшін қонақтар тарқаған соң Гаухар апаны өз бөлмесіне шақырып алды. Жастар оңаша қалсын деп, бөлмедегі Заринаның керуетін ұсынды. Құрбысын құттыясына жіберген соң, Жайнагүлдің арқа басы кеңіп сала берді. Ертеңіне таң атысымен оның алдына жетіп барды. Гаухар апа базарға, Тасқын жұмысқа кеткен сәт. Түнімен аш қасқырша жаукемдегісі келген күйеуімен арпалысамын деп, Зарина қатты әлсіреп, әрең сүйретіліп жүреді. Келін болған күшті жарасады екен, орамалыңда бір әдемі, деген құрбысына ұнатпай қарап, рахмет, деді жай ғана. Ойпырмай, байға тиді екен деп менімен сөйлесу кернетін болғансың ба келін шырақ? Сенің қолынан шай ішуге келдім, дейді арсыздыққа салынған Жайнагүл. Шамалы үнсіздіктен соң Заринаның көз жасы төгіліп қоя берді. Қалай бәрі аяқ астынан тез бола қойғанын түсінбей тұрмын. Мен өкінемін, деді. Не үшін өкінесің? Тасқын сені жақсы көреді ғой, деген Жайнагүл құрбысында жұбатып қояды. Екеуі сөйлесіп отырғанда сөмкесін көтеріп Гаухар апа да келді. Келгенін шеке басы тырысып. Бәрі қымбат. Бір қалат үшін атасының құнын сұрайды тойымсыз бәлелер. Мә, мынаны киіп көрші, деп Заринаға алған қызыл халатты жайып салды. Әдемсін-ай, талғамыңыз күшті екен. Жарайды онда, сіздерге кедергі келтірмейін. Бүгін шаруаларым көп, мен барайын, деп бөлмеден шыққан соң, ізінен Гаухар апа есікті жауып алды да, келініне қарап. Сен абайлашы, бұл қызбен көп сөйлесе берменді. Сен осы үйдің адамы болдың. Түнімен ұйықтамай, телефонда жігіттермен жырпылдас сөйлесіп шықты ғой. Жүріс жаман өзінің. Сені жолдан тайдырып жүрмесін. Аллах бол бұл қыздан, деді. Арадан күндер өте берді. Келін алып, мінез өзгерген Гаухар апа жоқ. Шаңқылдаған үні қайта шыға бастады күндер өте. Өз ынтасымен оқуын оқып жүрген Заринаға, сенің оқуыңнан маған келіп жатқан еш пайда жоқ. Кітапханада отырмын деп күні бойы үйдің тірлігінен, тамақ пісіруден қашып сыртта жүресің. Тасқынды да 5 жыл сүйреп оқыттым. Мәз болды ма? Құрылыстан басқа қолымнан түк келмейді. Өмір бойы осы тар бөлмеде отырмайтын шығармыз енді. Ертең күні перзентті болсаңдар, бұл жерге мүлдем сыймаймыз. Одан да жұмыс істеп, үй салудың қамын жасаңдар. Бәріміз бір бөлмеде жатқан өздеріңе жақсы ма? Сендерге жақсы болса жүре беріңдер осылай. Маған не? Асарымды асадым, жасарымды жасадым. Ұлымды үйлендіріп, парызымнан құтылдым. Ары қарай өздерің әрекет етіңдер. Оқуың тастады, күйеуіңе жәрдем беріп жұмыс істе. Ақша тап, баспаналы болудың әрекетін жасаңдар, деп сарнайтын болды. Бәріне көнсе де, оқуын тастауға Зарина көне қоймас. Бір жағынан енесі, бір жағынан күйеуі оның жанын азапқа салуда. Тасқында, сен маған өз еркіңмен қалап тиген жоқсың. Сенің көңілің басқада. Мені сезбейді деймісің, жаныңа жолатқың келмейді, дейтінді шығарыпты. Зарина күйеуіне бауыр басуға сезімін мәжбүрлеп ақ жүр. Бірақ тар бөлмеде күйеуімен еркін жатып тұра алмайды. Тіпті ашылып та сөйлеспейді ғой. Мұның әр қадамын, сөзін аңдып сыздиып енесі отырады. Бәріне миы жететін енесінің осы жағдайға неге миы жетпей қойды екен? Қол созым жерде енес жатқанда, күйеуіне түндегі әйелдік парызын қалай орындайды? Қашқақтайды. Бәлкім бөлек тұрса, үйренісіп кетер ме еді? 2 бөлмелі пәтерді жалға алуға Гаухар апа көнбейтінін айтқан. Аренданың төлеген ақшаны жинаңдар одан да. Өлмессіңдер, шыдаңдар, деп нені меңзегені белгісіз бірден шорт кескен. Жайнагүл Заринаның орнына бөлмесіне Сәбира есімді басқа қызды алды. Бұл қыз өзінен дөккен, әккі, пысық еді. Әлібек өз ауылында тұратын басқа қызға үйленіп кетті. Екі ортада Жайнагүл не өзіне, не құрбысына бұйырмаған бақтан айырылып, жалғыз қала берді. Оның тойы болған күні көзі жастан құрғамады. Керуетіне бүк түсіп, кешке дейін жылап жатты. Сәбира жұбатты оны. Әлбектен басқа жігіт жоқ па жер бетінде? Неге сонша таусыласың? Жыламашы. Көңіліңді басқаға аударып, оны ұмытуың үшін сені қыдыртайын. Ертең ауылға барамын. Жүр біздің ауылымызға. Таудың етегінде орналасқан, табиғаты таза керемет жер, деп көндіре бастады. Бәрін ұмытып, сергіп қайтқысы келді ме, Жайнагүл де келісті. Ал оны ауылда ақ жаулықпен 2 әйел қойып жүрген, өзі түрмеде отырып шыққан, ішкілікке үйір болашақ күйеуі Сәбираның ағасы күтіп отырған еді. Бір топ шулаған әйелдің жабыла жапқан орамалды
Жайнагүл басына жұлып алып тастауға дәл сол сәтте шамасы келмеді. Өзіңнен зор шықса, екі көзің сонда шығар. Күтпеген жайттен есеңгіреп қалды ма, әлде Әлібегінен айырылған соң бәрібір болған шығар. Жайнагүл шамалы тулап барып басылды. Махаббат деп масайрамай, екеуі де ошақтарын бұзбау үшін барынша әрекет етіп еді. Алайда қос құрбының жолы уақыт өте тағы да бір жерге тоғысты. Екеуі де жүкті, екеуі де ажырасуға бел буып, күйеулерінен бөлек кеткен. Қос құрбы бірге тұрып жатыр. Жатақханада емес, пәтер жалдаған. Сол баяғы тіршілік қой. Барлық жағдайды жеңіл қабылдайтын Жайнагүл ұрда-жық күйеуінен құтылғанына қуанып, жайнап жүр. Жүктілігіне қарамай, ұшарын жел, қонарын сай біледі. Күйеуімен татуласқысы келмейді. Осы өміріне риза. Зарина оқудан соң жұмыс істеп, перзенті дүниеге келгенше аздап қор жинап алмақ. Ол күйеуімен ажырасуды ойына алмап еді. Бірақ оқуын тастауға мәжбүрлеген енесінің талабына көне алмады. Жуастан жуан шығар, бірақ күнде бәріне қол сілтеп кетіп қалды. Тасқын келіп жүр. Жер алып қойдым, келесі жыл үй тұрғызуды бастаймын, оқуыңды оқи бер дейді. Өзі жетім өскен Зарина перзентіне ондай тағдыр тілемейді. Сен үйіңді сала бер, мен оқуымды бітіре берейін, кейін көре жатармыз, әзірге мен бара алмаймын, деп шығарып салады күйеуін әр келгенде. Енесімен бір бөлмеге қамалып, оның қойған талаптарына көніп, өмір сүре алмайтынын ашық айтады. Әйелінде қимай, анасында жалғыз қалдырып кете алмай, екі оттың ортасында тасқын жүр тасқындап. Әйтеуір баспана тұрғызу үшін жер алыпты ғой. Жағдайлары алдағы уақытта реттелер. Қарындарын қампайтқан қос келіншектің бір пәтерде өздері ғана тұрып жатқаны өзгелерге жұмбақ, әрі қызық. Жатақханада бірге тұрып, құрбыларының құрған торына шырмалған олардың өмірі осылай орын алып еді. Біріне аңғалдық, енді біріне қайтар дүние себеп болса керек. Құрметті тыңдарман, әңгімені соңына дейін тыңдап, лайк басып, пікір жазып, қолдап отырған баршаңызға алғыс айтамыз. Сіздердің қолдауларыңыз шабыт сыйлап, жаңа әңгімелердің арасын ұзатпауға тырысамыз. Өмірлеріңізде тек жақсылық болсын. Рахмет.